Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін хит болған восточный пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирог кез келген торттан да өте дәмді болып шығады, әрі оп-оңай жасалады. Bir жесеңіз, дәмі аузыңызда қалады. Менің арнама жазылып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен бір жұмыртқаны алып, үстіне құмшекерді қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз венчиктің көмегімен. Үстінен ерітілген немесе бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып араластырамыз. Онды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Bir шай қасы қопсытқыш қосып, жақсылап араластырып, аз-аздан салып, қамыр елейтін боламыз. Алғашында лопатканың көмегімен, кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп, песочный қамыр дайындап аламыз. Достар, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Өте керемет, сәтті шығатын рецепттер бар. Торттардың, пирогтардың, қысқа арналған салаттардың рецепттерін таба аласыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бірден осылай формамыздың астын майлап алдым. Формамызға орналастырып шығамыз. Қолдың көмегімен жайып, шеттердің барлығын бір келкі етіп жайып шығатын боламыз. Пирогтың жазбаша рецептісін видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыз. Барлығын бір келкі етіп, шеттерін осылай тегістеп шығатын боламыз. Лопатканың көмегімен үсті жағын бір келкі етіп басып шығамыз. Енді грек жаңғағымызды бүтіндей қоссаңыз болады, немесе бөліктерге бөліп, осылай мейіз қосамыз, және де сгущенка қажет болады. Ең алдымен грек жаңғағын орналастырып шығамыз барлық жеріне жететіндей етіп. Үстінен мейіз қосамыз, және де бұл пирогқа курага, яғни өрік қоссаңыз да болады. Мен қосқан жоқпын, өйткені өрікті біз қатты ұната бермейміз. Және де үстінен бір баночка сгущенкамызды құямыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осылай сгущенкамыз барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз, және де 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Толықтай суытып кесеміз. Өте оңай пирогты міндетті түрде жасап көріңіз. Bir жасасаңыз, бір жеп дәмін көрсеңіз, қайта-қайта жасап жей бергіңіз келеді. Өзіме қатты ұнады. Осылай барлығын толығымен пісіріп алатын боламыз. Өте әдемі болып шығады. Менің каналыма жазылып қоюды да ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.